қоқысқа толы өзендерден бастап табыттай тар үйлер мен алып елес қалаларға дейін. Қорқынышты я достар, бүгін біз қалалық тозақтың әлемдегі ең сорақы үлгілерін зерттейміз. Әрқайсысы алдыңғысына да сұмдық болмақ. Алдымен арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Алдымен Дубайдың қараңғы жағынан бастаймыз. Бүгінде Дубай таяу шығыстың Лас-Вегас ретінде танымал. Жылтыраған зәулім ғимараттар, әдемі құмды жағажайлар. Алайда көріп отырғанымыздай бұл қаланың жасырын құпиясы бар. Бетонды джунглиге айналма тұрып, Дубай әлдеқайда тыныш мекен болған. Мынау тұрған Toyota ғимаратын көрдіңіз бе? Бұл оның бар болғаны 50 жыл бұрын, 1981 жылы қалай көрінгені. Насер Рашид Лута ғимараты алғаш 1974 жылы салынған. Бұл суреттер жақын маңдағы Шейх Заид жолының 2 жолақты қарапайым көшеден Араб шөлінің ортасындағы 12 жолақты зәулім ғимараттармен көмкерілген алып тас жолға қалай айналғанын көрсетеді. Бүгінде ғимараттың айналасындағы көрініс мүлде басқа. Дубайдың көз ілеспес дамуы 1966 жылы бастау алады. Сол жылы жағалаудан 60 миль қашықтықта Фатих мұнай кеніші ашылды. Мен мұнай сорамын деп айтады. Бұл сұйық алтын қалаға орасан байлыға келді. 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардағы жаппай құрылыс Дубайда ірі туристік және сауда орталығына айналдырды. Алайда кейінірек көретініміздей, бұл дамудың кейбір қырлары нағыз тозаққа ұқсайды. Дубайдағы құрылыс бумы көбіне жалақы құлдығына сүйенді. Құрылысшыларды Азия елдерінен әкеліп, айына небәрі $40 төлейді. Бірақ келген соң, жұмыс берушілер жалақы төлемей, төл құжаттарын тартып алады. Соның салдарынан олар үйіне қайта алмай қалады. Я достар, біз білмейтін осындай да құпиялар бар. Дубайдың орталығындағы сән салтанаттан алыс жерде мигранттар көбіне тар еңбек лагерлерінде бір бөлмеде бірнеше адам болып тұрады. Оған қоса Дубайда ауа температурасы 50 градусқа дейін жетеді. Қауіпсіздік пен денсаулық сақтау талаптарының әлсіздігінен мұндай жағдайда жұмыс істеу көптеген апат пен күн өту жағдайына әкеледі. Шын мәнінде Парсы шығанағы аймағында жыл сайын шамамен 10,000 мигрант жұмысшы қаза табады. Human Rights Watch ұйымының мәліметінше, көптеген жұмысшылар зорлық-зомбылықтан қорқып, наразылық білдіре алмайды. Кейбіреулер үшін жалғыз амал Дубайдан қашып, көршілес Шарджа әмірлігіндегі лашық аудандарда өмір сүру. Сондықтан сырттай жұмақ болып көрінетін Дубай шын мәнінде қазіргі заманғы құлдықтың арқасында салынған қала. Ал инфлюенсерлер сәнді суреттерін еңбек лагерлерінен небәрі бірнеше шақырым жерде түсіріп жүр. Бұдан артық қалалық тозақ бола қоймас. Қалалық джунгли десе, Гонконгты басып озу қиын. Бұл әлемде зәулім ғимараттары ең көп, ал пәтерлері ең кішкентай қала. 1960 жылдары қоныстанушылардың күрт көбеюі қаланың тез дамуына әкелді. Жасыл алқаптардың орнына 550-ден астам зәулім ғимарат пен бірнеше порт салынды. Халық саны 1960 жылдардағы 3 миллионнан бүгінгі 7,5 миллионға жетті. Гонконгтың жер бедері таулы әрі жағалаулық болғандықтан қала жоғары қарай өсуге мәжбүр болды. Соның нәтижесінде өте тығыз қала пайда болды. Бүгінде Гонконг ірі сауда орталығы, керемет асханасы бар және әлемдегі ең бай қалалардың бірі. Бірақ 220 мыңнан астам тұрғын тар, бөлшектенген пәтерлерде тұрады. Соның бірі әйгілі Monster Building. Бұл 5 біріккен ғимараттан тұратын кешенде 2400-ден астам пәтер бар. Ал тұрғындар саны 6800 бен 10,000 адамның арасында. Сондықтан көптеген пәтерлер ені небәрі 60 сантиметр, ұзындығы шамамен 170 сантиметр болатын табыт үйлерге бөлінген. Қандай қиын былай қарап тұрсаң. Бұл бөлмелердің қабырғалары лас, терезесі жоқ, желдетуі нашар. Кейбірінде тіпті қабырға да жоқ. Жалға алушы темір тордың ішінде өмір сүруге мәжбүр болады. Тұрғындар барлық заттарын осы тар кеңістікке сыйғызуға тырысады. Айналасы қандалаларға толы, ал 20 адам бір дәретхананы ортақ пайдаланады. Мұндай ғимараттар Гонконгта көп. Monster Building бастапқыда 1960 жылдардағы халық өсіміне байланысты ең арзан тұрғын үй ретінде салынған. Бірақ бүгінде бір бөлменің өзі айына $300 асады. Өмір сүру құнының жоғары болуына байланысты
әрбір 5-ші гонконгтық кедейлікте өмір сүреді. Табыт үйлер элиталық аудандардың дәл қасында орналасуы мүмкін. Сондықтан Гонконг әлемдегі ең теңсіз қалалардың бірі саналады. Туристер Monster Building алдында TikTok пен Instagram үшін суретке түскенді ұнатады. Бірақ бұл қала онша да жарқыраған емес екенін дәлелдейді. Мыңдаған адам үшін бай қаладағы өмір нағыз тозақ. 2025 жылғы 26 қарашада Фанфу Корт пен Тайпу ауданында болған алапат өрт соңғы 10 жылдықтың ең өлімді өртке айналды. Бұл оқиға қазіргі заманғы қалалық тозақ деп аталатын өмірдің ең қараңғы тұстарын ашып көрсетті. Билік өрттің тез таралуына жөндеу жұмыстарын жүргізген. Құрылыс компаниясының өрескел салғырттығы себеп болды деп санайды. Бамбук ормандар, пластик торлар және жанғыш материалмен жабылған терезелер оттың найзағайдай таралуына ықпал еткен. Өрт жүздеген тұрғынды тар көп қабатты үйлерде қамап қойды. Бұл тығыз әрі нашар оқшауланған ғимараттардың қаншалықты қауіпті екенін көрсетті. Апаттан кейін құрылыс қауіпсіздігіне қатысты ашу ыза күшейді. Көпшілік мұндай қайғылы жағдайдың қайталанбауы үшін заңдар мен бақылауды қатаңдатуды талап етуде. Салғырттыққа байланысты құрылыс мердігеріне қатысы бар 3 адам, 2 директор және 1 кеңесші абайсызда адам өлтіру күдігімен қамауға алынды. Кемінде 120 адам қаза тауып, ондағаны жараланып, ал шамамен 300 адам хабар-ошарсыз кеткені туралы деректер бұл қайғылы оқиғаның қаладағы жарқыраған аспан мен көмкерілген көріністің астында жатқан құрылымдық және реттеуші жүйедегі ауыр кемшіліктерді әшекерлеп отыр. Егер мен вилла қауымдастығына көшіп жатырмын десем, сіз Еуропадағы сәнді, шағын ауылды елестетер едіңіз. Бірақ Дубайда қаланы мүмкіндігінше тез кеңейтуге деген ұмтылыс Нат Аль-Шеба 3 сияқты бірінен бірі айнымайтын көшірме аудандардың пайда болуына әкелді. Бұл аумақта 2,5 миллион шаршы фут жерге салынған 1570-тен астам үй бар. Алайда олардың барлығы дерлік бірдей. Бір квартал мен екіншісінің айырмашылығы тек бояу түсінің сәл өзгеруі ғана. Бұл жаны жоқ шеткері аудан 2019 жылы аяқталған және The Sims ойынында жасалғандай әсер қалдырады. Дегенмен, жабық кешенде тұрғындарға қажеттінің бәрі бар. Дүкендер, мектептер, сауда орталығы. Сондықтан Нат Аль-Шеба көшіп келген соң сыртқа шығудың қажеті де болмайды. Шынын айтқанда, бұл тіпті жақсырақ шығар. Түнде сол бетон лабиринтінен шығып көр, немесе өз үйіңді тауып көр. Сәттілік тілейміз. Нат Аль-Шеба үрейлі көрінгенмен, кем дегенде бұл жерде адамдар тұрады. Ал Қытайдағы елес қалалардағы бос пәтерлер туралы олай айта алмаймыз. Халқы 1,5 миллиардтан асатын Қытайда шамамен 50 бос қала бар. Онда зәулім ғимараттар қаңырап бос тұр, немесе мүлде аяқталмаған. Көптеген қалаларда халықтың шамадан тыс көбеюі мәселе болса, бұл қалаларда керісінше жағдай. Бұл қалай болды? Қытай халқының күрт өсуіне байланысты үкімет елдің кейбір аймақтарын урбандандыру және ауыл тұрғындарын қала өміріне тарту үшін жаңа қалалар салуды жоспарлады. Осындай жобалардың бірі Ішкі Моңғолиядағы Ордос аймағына қарасты Канбаши қаласы. 2000 жылдардың басында бұл өңірде көмір өндірісі қарқынды дамыды. Сол себепті девелоперлер пайдаға сүйеніп 1 миллион жұмысшыға арналған жаңа қала салмақ болды. 2003 жылы 90 мың акр аумақты қамтитын құрылыс басталды. Бірақ бәрі жоспарланғандай болмады. Олар көп ақша салып, зәулім ғимараттар тұрғызса, көршілес Дунсин қаласының тұрғындары көмір өнеркәсібіне жақын болу үшін өздігінен көшіп келеді деп ойлады. Тіпті саябақтар, ескерткіштер, мәдениет, ойын-сауық және саясат орталықтарында салды. Алайда ешкім жоқ. 2010 жылға қарай сапасыз ғимараттар мен жоғарғы мүлік салығы салдарынан адамдар жаңа қалаға көшуге тәуекел етпей, ауылда қала берді. Қала құрылысына шамамен 160 миллиард доллар жұмсалды. Бірақ бүгінде мұнда небәрі 150 мың адам тұрады. Соның салдарынан зәулім ғимараттар мен пәтерлердің 80-90% бос тұр. Онда тұрып жатқан адамдардың көбі құрылысшылар мен мемлекеттік қызметкерлер. Олар өз қалаларының сәтсіз жоба екенін мойындағысы келмейтіндей. Дегенмен, Канбаши жалғыз емес. Қытайда 50 миллионнан астам бос пәтер бар деп есептеледі. Теориялық тұрғыда Испания халқының барлығын осы елес қалаларға көшіріп, тағы 2 миллион пәтер артық қалар еді. Бұл мәселе соншалықты ауқымды. Оны шешу
мүмкін емеске жақын. Осымен бүгінгі бейнеміз аяқталды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.